Assalamu alaikum rahmatullah. Бүгінгі тақырыбымыз шәдді. Қосарланып оқылатын әріпті білдіретін белгі шәдді деп аталады. Яғни шәдді белгісі қойылған әріп екі әріп болып оқылады. Толығырақ түсіну үшін мысалдарға кезек берейік. Әннә, иннә, әммә, дәккә, руббә, әззәнә, әуәлә, әддәбә, зуwijә. Бұл жерде сызықша шәддәнің астында тұрғандықтан, оны кәсір айтып оқимыз. Зуwijә, россә, дәуәро, роддәдә, әроққо, дәрроджә, әуәбә, дәуәхо, рауәто, изроққо, дәджә. Шәдді тақырыбын бекіту үшін осы жаттығуларды қайталап оқыңыз. Егер сабақ ұнаса, видеоға лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыз.